Сәлеметсіз пациент. Бүгін біз сізбен ауруыңыздың келесі емі туралы сөйлесуіміз керек. Бізде екі-ақ шешім бар. Өміріңізді ұзартатын, бірақ жаңа келесі өміріңіздің сапасын жақсартатын. Мен сізге қайсысы ыңғайлырақ соны білгіңіз келеді. Я дәрігер, сәлеметсіз бе? Мен шаршадым, бірақ мен өмірдің бастатқым келмейді. Сіз аурудың қатты болатынын айттыңыз. Сол расында маған көмектесе ме? Өміріңіз бірнеше айға ұзаруы мүмкін, бірақ ауырсыну, әлсіздік, жанға батуы сезіледі. Сізге қайсысы жақсы, өмірдің ұзақ болғаны ма, әлде өмір сапасы жақсырақ болғаны ма? Ол бірінші болғаны. Біз сені қажет етеміз, бірақ сенің осылай қиналғаныңды көргіміз келмейді. Саған ең қиыны не? Қандай жағдайда өзін жақсырақ сезінер едің? Мен ауырсынсыз, тыныш өмір сүргім келеді, мүмкін қысқа болса да. Адамның өмірі тек уақыт өлшемі емес, өмірдің мәні адамның таңдауы мен еркіндігінде. Біз қазір өте терең сұраққа тіреліп тұрмыз. Ұзақ өмір дегенімізде, қадірлі өмір дегенімізде. Меніңше таңдаудың негізгі адамның өз еркі, пациенттің ішкі дауысы бар үшін генетикалық бағдар. Сіз қалай ойлайсыз? Біздің міндетіміз өмірді ұзарту ма, әлде сапасын жақсарту ма? Медицина денені емдейді, этика адамның өз еркін қорғайды. Нағыз шешім пациенттің құқығын сақтау. Егер өмірді ұзартса, бірақ өмірді қиындатса, ол дұрыс па? Менің шешімді дәрігер де туысында құрметтей ме? Қандай сәттен бастап өмір сапасы өмірге маңыздырақ болады? Біз жақынымыздың шешіміне қол етуге қатысымыз бар ма? Дәрігер, біз сізге сенеміз, бірақ бізді бір сұрақ мазалайды. Біз қазір бір шешім қабылдап жатырмыз ғой. Бізге шешімнің дұрыс әлде қатесі жоқ. Бізге ең маңызды пациенттің пікірін білу. Мен өзімді еркін сезінсем деп тоқтала алмай, мүмкін өмірім қысқарар, бірақ сапалы болған қалаймын.